Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер және де достар. Бүгін сіздермен, яғни өздерінің рубрикамды білетін шығарсыздар, Clash Royale'дың кландағы жігіттермен дуэл деген. Бүгінгі номері 5-ші рубрикасын түсіретін болам, яғни бөлімін. Менің кланыма келгілеріңіз келсе, келіңіздер достар. 2200 плюс кубоктан жаңа көбісіне кик бердім, және де егер де сіздерде төмен кубок болса, көбісі айтады кубок түсірші деп, бірақ мен түсірмеймін достар. Академге келіңіздер, мен де ойнаймын осы аккаунтпен, қазір көрсетемін қай аккаунт. Мынаумен главамен. Сонда қашу дуэл солар ойнап тұрамыз. Және де енді менде 3 колода бар ғой, сондай қазір біз тестировать ететін боламыз. Немесе өзімнің аккаунтымен, қайда аккаунт колодамен ойнай берем. Өркен деген жігіт. Және де ойнайтын боламыз қазір. Так, бомбер жібереміз. Он пушкасына қарамай кетті ме? Көрдіңіз ме достар? Яғни ол пушкасын ерте жіберді ма, сондай бір нәрсе. Болмай қалды. Онда боп тұрады енді. Осылай жібереміз де. Хоп, бар. Әзіп, все решай деймін ба? Қазір ода фаербол бар ма екен? Валкирия өте керемет қой, в любом случае. Валкирия алған дұрыс. Ол менің советім. Өте керемет уже. Бұны Хога 7-ші уровень ғой, мәссаған. Бұл нені слишком керемет деген сөз. Осы Валкирияны жек көрем. Валкирия шыдай алмаймын. Бұның колодасы арзан, походу. Себебі тез толады, яғни. Мысалы, жаңа пушка қойған еді, тағы қазір пушка қоятын болады. Жаңа нені жіберсем, Хокты. Міне біздің бір башеміз қапсады. Көрдіңіздер ме? Не знаю, колодама да пушка керек, себебі в любом случае қазір ода Валкирия от. Қараңыздаршы. Валкирия от. Жаңа ана Валкирия қойған. Көрдіңіздер ме достар? Неге мен осы жақтан атак жасадым, Так, оны Хогка ят жібереді. Ятқа тупиттайды. По жизни тупиттайды ғой негізі ят. Қайдағы ят, ё-ма. Мен разрядтайды жүрдім. Короче, бірінші бой жеңілдік. Нормальный ойын болды, рахмет өркен. Так, енді келесі ойынымызды біз Саят деген ойнайтын боламыз. Кім бірінші жібереді, мен сонымен ойнайтын боламыз. Саятқа отличная игра. Удачи. Клевато. Так. Біздің не кетті, бомбермен. Пушка, бұда походу не бар? Айтсам болады, бар. Сондықтан жаңағындай өркендей тактика ғой барлығында. Жоқ. Королевский гигант кетті ғой. Қазір пушканың өлуін күтейік. Сосын бүйтеміз да, хоп.
Ледяной маг. Саған. Шар деген енді опасно, достар. Менде воздухқа қарсы походу не жоқ. Ё-майо. О бізге башасын бере салып. Не екенін білмеймін, себебі екінші атакаға дайындалу үшін ойым жоқ, походу. Боп тұрады енді. Или ол ойыннан шығып кетті, походу. Ойыннан шығып кетті деп ойлаймын. Ендеше риска мега атака болу үшін 9 эликсирді күтейік. Жоқ, короче. Ол бізге бір пашасын бере салып, типа благодарить етіп қойып, алдын ала спасибо деп. Негізі скучный матч болды, шығып кеткеніне. Саяттен жақсы ойын негізі. Базар жоқ, біздің кланның лидерді көреді. Ол Пиноккио. Нетін боламыз. Пиноккио мен 8-ші уровень. Біз подрывникті жіберетін боламыз бұлай. Бұныңқы да тоже жанандай колода, походу. Өртендікімге. Айттым ғой. Без этого никак тут деймін. Капушку, вот, свой, короче. Мен негізі хоп жіберетін адамым ғой дейді. Бірлік. Так. Енді біз подрывникті бұлай алыстан жіберетін боламыз, эликсир болсын. Хотя подрывник мына жақ барғанша дейін примерно 7 эликсир туады деп ойлаймын. Как она есть болды ғой. Біз әлі бірде-бір урон жасаған жоқпыз. Атакшысын как пушка вот. Пушканы жеп көрем. Жақсы урон жасап тастады пушка. Керемет. Енді бізде резко атака шай өру керек. Хотя бұлай пушкалар кете берсін. Мен варварларды затупил ғой, мен яғни бастым, бірақ басылмады деп тұр. Ё-ма, үлгереміз бе қазір? Походу үлгермейміз. О, варварлар. Я не ожидал. Варварлар бар деп ойлаған жоқпын, яғни. Яғни ол бізді жеңді. Счет 1-0. Красавчик, рахмет айтқым келеді. Так, енді келесі адам бар ма? Көрейік. Келесі адам жоқ, осымен бітті. Яғни барлық ойнаған жігіттерге алғысым айтамын. Өркен, Баят, Пиноккио, генерал Баха,
генерал Баха деген ойнап жіберейік соңғы рет, типа концовка дейді ғой, концовка ретінде. Так, лучницаны жібереміз. Одан кейін опана, что за тактика? Кахок болса, әне бұл тактика таныс деген сөз. Bams. Әзірше біз жақсы орын жасап тастадық. Өте керемет болып жатыр. Бізге атакаға шығуға болады деп ойлаймын. Көрдіңіздер ме, жаңа огненный духтың бір жақсысы жаңағыдай, мысалы варварлар болса, варварлардың кішкене ғана жизнь алып тастайды, оны сіздер немен өлтіре аласыздар, қалай айтсам болады. Жаңағыдай зеппен, яғни разрядпен өте керемет ыңғайлы нәрсе. Сондықтан огненный духты качать етіп жүрмін. Осылайша біз қазір бір башасын аламыз деп ойлаймын. Енді фаерболмен қазір добить ете саламыз. Олсын бұлай фаерболды текен жіберіп қажет емес. Давай. Өлтіреді деп ойлаймын. 9-шы варварлар өте қиын. Енді қазір бомберді жібере салса жақсы болатын еді. Жіберген жоқ. Фаербол жіберіп қажет емес. Енді варварлар жіберсек өте керемет жасады, көрдіңіздер ме? Базар жоқ. Қараңыздар, мен хогым мына жақта өте керемет добивать етіп жатыр. Опана, бізге жестко кетеді деп ойлаймын. Походу жестко кетеді. Ё-моё, мен башым сынып тастаса, қазір огненный шар үлгеремін. Үлгерді. Көрдіңіздер ме? Мәссаған. Ошымға енді жестко отыр. Мен жеңіп кетті. База жоқ. Жын мен генерал Баха. Красавчик, өте мықты тактика екен. Қазір біз дана типтік, давай, сопчикпен де ойнайық. Мен кәдімгідей қия алмай отырмын. Енді ойнай берейік. Главное, опыт алу керек қой. Жігіттермен, біздің жігіттер мощный ойнайды. Мақтасам рақтық кетпейді. Біздің кландағы жігіттер, как семья болып кеттік. Семья дейді ғой енді. Кәдімгідей өз достарымыз, өзімізбен кәдімгідей жақсы өсіп кеттік та. Сондықтан сіздер де бізбен қосылғыларыңыз келсе, келіңіздер. Так. Опана, фаербол жібереді. Как она есть. Қазір мен огненный духтарын оқып қалмау керек. Негізі фаерболды алыстан жібердік, полю өсебі жақынан жіберсеңіздер, жаңа қалай айтсам болады. Варварлар көп урон жасап тастайды. Так, ода варварлар бар ма? Ұмытып қалдым мен даже. Варварлар бар шығар. Бірақ варварларға маған не бар? Қалай айтсам болады? Бомбер.
сондықтан былай жібере беруге болады деп ойлаймын, походу. Иә. Біз енді көрдіңіздер ма, барлығы бар. Все же біздікі затащил, өте керемет. Жақында қасым фаерболды жіберіп қажет емес. Өте керемет жасады. Походу да еліксе жоқ ой. Жіберерек. Өлтіреді деп ойлаймын подрывник. Так, біз короче 2 звезда ала алмадық. Мен бір фаербол жіберсем, яғни біз 2 жұлдызға жеңеттендік. Короче, осымен осы достар, сіздермен бүгін болған мен Clash.kz арнасы. Кланға келгілеріңіз келсе келіңіздер, қуана қарсы аламыз. Және де жақын қалып 9 бөлімге, бірақ көбігім әлі аз. Сау болыңыздар достар, келесі видеоны күтіңіздер. Clash of Clans'тен болады, өздеріміздің сүйікті ойынымыз. Амандықта жүздескенше, келесі видеода кездескенше достар. Сау болыңыздар.